Қайырлы күн, аман есенсіздерді. Аман есенсіздер ме? Қазақ елі. Бүгін мен сіздерге балық духовкаға пісіргенді көрсетейін деп тұрмын. Көптен бері балық пісірмеген едік. Алдымен міне картошкасын турап қояйын деп жатырмын. Орташа қалыңдықта. Өте қалың емес, өте жұқа емес. Енді әркімге әрқалай мен енді осы ортасынан бөлмей салайын деп тұрмын картошканы. Келесі кезекте тұздығын дайындап алайын деп тұрмын. Мынау менде күнбағыс майы, көз мөлшерімен 2 қасықтай. Енді әркімнің қалауы, мен мысалы аздап ащы қызыл бұрыш, енді паприка, қара бұрыш, ақ желкен дейміз ғой, укроп. Содан аздап менде тоңдырылған. Келесі кезекте балықтың мынандай артық қанаттарын кесіп алып тастайын деп жатырмын. Балықтың аты ментай. Ментай балығы. Бісміллә деп тұздықты жағайын деп жатырмын. Көбінесе ішіне жағамын. Картопқа аздап тұз саламын. Аз ғана. Енді мен жаңа кейбіреулер балықтың үстін тіліп май салып атады. Мен үстін тілмей-ақ май сап қояйын деп жатырмын. Себебі ол сулы болып піседі. Ішіне салуға да болады. Ішіне салайын. Менде маргарин.
сарымай қойса да болады. Енді мына пиязды мен ең соңында дөңгелек қып әр жеріне қойып қояйын деп жатырмын. Өзіме осылай істеген ұнайды. Әркім пештің өзі несін біледі ғой, сондықтан мен 200 градусқа 30 минутқа қояйын деп жатырмын. Міне қымбатты көрермендер, менің балығым дайын болды. Бағана фольганы жапқанды ұмытып кетіптім. Біраз уақыт өткеннен кейін жаптым. Олай болмаса құрғақ болып күйіп кетеді. Міне қазір менің қымбатты көрермендерім балықтың біреуін алып сіздерге көрсетейін. Бисмилля деп. Біреу сулы. Бисмилля, бірінші картоп. Gördük. Mine. Öte dämdi sulu болып pişipti. Qadırlı menin көрермендерім, келергі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.